Бірде бір бала орманда адасып кетеді. Ол ұзақ уақыт жүрді және көмекке шақырды. Ақырында ол үмітін жоғалтты. Қатты шаршаған, жүруге әл дәрмені жоқ бала кенет алыстан бір кішкене шамды көреді. Бұл ескі үй еді. Қуанған бала үйге қарай асықты. Үй ішінде күңгірт жарық жанып тұрды. Ішке кіріп, кішкене шамды жағып, кереует пен үстел тұрған бөлмені жарықтандырды. Бала ойланбастан кереуетке жатты. Бала қатты шаршаған. Күңгірт жарыққа аздап үйреніп алып, қабырғада суреттер бар екенін көрді. Бөтен адамдардың жанды жануарға ұқсайтын және маған қарап тұрғандай. Қорқынышты, беті боялған суреттер. Бала ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Сондықтан бұл портреттер оны шошытты. Қорыққан бала сасып қалды. Бірақ соңында қорыққаны басып, көзін жұмып ұйықтап кетті. Келесі күні таңертең ол жарықтан көзін ашты. Қабырғаға қараған кезде қорқыныш оны басынан аяғына дейін қысып алды. Ол кеше көрген суреттер мүлдем жоқ сияқты болып көрінді. Ал ол суреттер тірі еді.